Туркиялы шпакерлер Қарақалпақстанда, анығырағы республикамыздағы құрамалы хирургиялық емлеуге мүтәж болған 100-ден зият балаларға әмеле жәрдем көрсетуді режелестірген бір топар ең тәжірибелі медицина қызметкерлері 10 күн давамында елімізде жұмыс алып барады. Хабаршымыз уақия орнынан сөз етеді. Мархамат, эфирдесіз. Har bir bala mehr ham itibarda. Ayni осы сүренменен қайырлы істер басыланып кетті. Анығырағы түркиялы шпакерлер Қарақалпақстанға жетіп келді һәм хирургиялық жолменен емлеу істерін басылап жіберді. Жанымда сәубетлес бар. Бұл істер хақында толығырақ мағлұмат алмақшымыз. Али, бүгінгі жұмыслар әлі қашан басыланған бізге мағлұмат беруінше? Бүгін неше бала операция етіледі? Ұлыма режелер қандай? Біздің Аралбойы клиникамызда 29 июннан 8 июл аралығында хирургиялық жолмен емлену керек болған балалардың тізімі түзілген болып, біз осы күндер аралығында осы балалардағы ортопедиялық, хирургиялық, урологиялық, пластик хирургиялық операцияларды ірілестіргенбіз. Біз бұл операциялар үшін 14-15 май күндер аралығында Түркиядан тәшрифі күзетілген профессорлер мен жергілікті шпакерлер біргелікте көрік өткізгенбіз. Сол көрік давамында біз 300-ден астам баланы көріктен өткізген болатын болсақ, біз бүгінгі күнге бұл профессорларымызға операция үшін 100-ге жақын балаларды таярлағанбыз. Сол екі хапте давамында профессорлармен бір жергілікті шпакерлер жұмыслары алып барады біргелікте. Енді бәрбір балаларды бұл хирургиялық жолменен емлеу үшін таярлау істері алып барылады. Осы жұмыслар қалай шөлкеместірілі? Олар таяр ма? Сол алдын хабар бергеніміздегі 14-15 майда біз көрік өткізген болсақ, сол күннен осы күнге қадер біз балалардың көріктен өткізген балалардың хаммесін таярладық операция процесі үшін. Біз басқа да сол көрікке келе алмаған балаларды, хабары болмай қалған балалар үшін біз соларды есепқа алып, біз жергілікті сол өзінің әрбір райондағы врачтармен бірге істестік, телевидение арқылы хабар бердік, социальный тармақтар арқылы барлық ата-аналарға хабар бердік. Һәм біз сол күнге қадар хамме ата-анаменен сол телефон қоңырау арқылы байланысып тұрдық. Қалай таярлау керектігі бойынша. Және енді елімізде осындай медициналық жәрдемге мүтәж балалар көп. Һәм олар осындай бейпыл тәрізде көріктен өтуді, емленуді қалайды. Оларменен сол байланыс қандай болады? Олар сіздерге қалай müracaat етсе болады? Бізге операцияға мүтәж балалар олар әрдайым өзі Д учетқа алынған болады, Д есепқа алынған болады өзінің жергілікті поликлиникасында. Ол жерде докторлары, патронаж мейірбикелері барлығының хабары болады. Кімде қандай диагноз, қандай ташқыз, низатпен кестерленген. Солар арқылы бізге жөнелтіріледі. Біз солардың саралап арасынан өзіміз олардың контактный номерлерін алып қаламыз. Һәм кейіншелік оларға біз хабарландыру береміз. Енді осы орында операциядан шыққан балалардың кейінгі сол емлеу жұмыстары қалай болады? Бұлар операциядан кейінгі реабилитациясы бұлар барлығы есепқа алынған. Бізде бұл клиникамызда барлық шараят, хаттекі Ташкент қаласындағы шараятпен тең дәрежедегі шараятымыз бар деп біз мақтана айта аламыз. Бұл әлбетте бұл бірінші орында біздің елбасшымыздың, президентіміздің бұл тәшәббүсі, Қарақалпақстандық балаларға берген үлкен ітібары. Соның арқасында бізде барлық аппаратура, жоғары технологиялық операциялар істеуге болған барлық шараятлар, операциядан кейінгі реабилитация үшін зәрur болған барлық шарт-шараятлар, аспап үскенелер, дәрі-дәрмақлар, жиһазлар барлығымен біз тәмінленгенбіз. Біз толық көлемде жұмыс істей аламыз. Соның барлығын есепқа алып, бүгін біз өз жұмысымызды профессорлармен бірге бастадық. Рахмет. Әлбетте, бұл іслер тікелей президентіміздің басшылығында елімізде әмелге асырылып жатырған жұмыслар, социалдық қорғауға мүтәж болған сол балаларды, оларға жәрдем көрсету іслері міне осылайша давам етіп жатыр. 10 күн давамында түркиялы шпакерлер Қарақалпақстанда болады. Және олардың айтуынша 100-ден зият балаларға жәрдем көрсетуді ниет еткен. Біз бұл хақында толығырақ мағлұматты хабар бағдарламасында және береміз. Рахмет. Рахмет, Хамида, мағлұматлар үшін. Ауа райының